Баршаңызға сәлем. Бүгін 3 түсті болгар бұрышы қосылған жеңіл салат жасаймыз. Алдымен етімізді ұзынша етіп турап аламыз. Туралған етімізді ыдысқа салып, бір ас қасықтай сойлы соус қосып, бәрін араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Енді болгар бұрышында ұзынша қылып тураймыз. Мен қызыл, сары, жасыл түстерін қолдандым. Салатта керемет үйлесімді көрінеді. Сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Енді үстіне маринадталған қиярымызды екі шетін кесіп тастап, ұзынша қылып турап аламыз. Үстіне қызыл фасоль қосамыз. Чесногымызды турап аламыз. Арасында етімізді қуырып аламыз. Қуырылған етімізді салып, дәмдеуштерімізді қосамыз. Енді үстіне бір ас қасықтай сойлы соус құйып аламыз. Қызып тұрған сұйық майымызды қосып, бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Салатымыз дайын. Қонақ шақырғанда оңай жасалатын салатты жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған сымбат. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.